Қазақстан облысы Жарма ауданы Шпик ауылы Ақтайлақби атындағы орта мектептің 9 сынып оқушысы Шеризат қызы Айпара жасанды саны облыстық конкурсында жасаған жобамның тақырыбы машиналық оқыту. Жасанды интеллект көптеген салаларда қолданылу шеңбері өте қарқынды кеңейіп келеді. Солардың бірі машиналық оқыту. Бұл программаны жасау үшін маған Jupyter Notebook Python программасы қажет болды. Бұл деректану жобаларын интерактивті түрде дамытып, ұсынудың керемет қуатты құралы. Жасанды интеллектіні қолдану салалары өте үлкен. Бүгінде қоғамда жасанды интеллект жолдағы кептеліс мәселесін шешу үшін қолданылып келеді. Ол үшін жасанды интеллект нақты уақытта бағдаршамдардан ақпарат жинап, машиналар арасындағы қашықтыққа орын алған ақпараттарды талдау жасайды. Мұндай жүйе көптеген елдерде қолданылады. Бұл салада қолданудың тағы бір бағыты автопилотты машиналар. Жасанды интеллекті енді дамуда. Оның барлық көріністері адамға қолжетімді емес. Күнделікті өмірімізде қолданып жүрген жасанды интеллектке мысал келтіретін болсам, ол Face ID қызметі. Бұл смартфонда адамның түр әлпеті блоктан шығаруға мүмкіндік беретін қызмет. Арнайы алгоритм адамды сканерлеп, әмбебап түр әлпетін құру арқылы оны идентификациялауға мүмкіндік береді. Енді келесі кезекте мен жобамның практикалық кезеңіне өтсем, ол үшін бізге Jupyter Notebook Python программасы қажет. Мен сіздерге Jupyter Notebook Python программасында жасалған өзімнің жобамды көрсеткім келіп отыр. Ең бірінші SV2 кітапханасын жүктеп аламыз. Осылайша кітапханаларды жүктеп, және де файлдарды жүктеп аламыз. Осылайша бірнеше файлдарды жүктеп алып, кейін олардың жалпы санын шығарып аламыз. Мысал ретінде бір суретті алсақ, бұл сурет бізде қою түсте беріліп тұрғандықтан оны ақшыл түске бояп аламыз. Кейін бұнда көрсетілген неше объектіні табу керектігін тауып аламыз. Яғни бұл жерде екі объектіні бізге компьютер тауып беру керек. Не көріп тұрғандарыңыздай, person және де car деп адам және көлікті бізге компьютер өздігінен тауып берді. Енді келесі мысал ретінде біз видеоны көрсек. Бұл жерде де көріп тұрғандарыңыздай car, яғни машиналарды көрсетіп, объектілерді тауып тұр. Бағдаршамды да. Сонымен қатар адамдарды да және де көліктерді. Енді мен сіздерге веб-камера арқылы объектілерді анықтауды көрсетемін. Міне адамдар және мотоцикл. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде бірнеше суреттер топтасып жіктелген. Бірінші суреттерде ұшақтар, одан кейін көліктер, мысықтар, иттер, су және де жүк көліктері. Енді осы суреттерді бізге компьютер өздігінен анықтап беретін программа құрастырайық. Ол үшін бізге Jupyter Notebook Python программасы қажет. Біз ең алдымен кітапхананы енгізіп аламыз. Одан кейін берілген суреттің өлшемін енгізіп аламыз. Енді компьютер бізге бұл суреттегі объектіні анықтап беру қажет. Бұл ұшақ. Бұл жерде бізде кеме. Келесіде құстар. Келесі суретте бұғы. Келесісінде бақа.
және соңғысында ит берілген. Енді қорытындылай кетсем, қорыта айтқанда, жасанды интеллект өздігінен жұмыс істейтін бағдарлама емес. Ол құрылғыларға қондырылған кезде ақпаратты анықтап, сараптап, біріктіру арқылы белгілі бір шешім шығаруға ұсыныс жасайды. Ал кей жағдайларда сол шешімдерді өзі қабылдайды. Ең бастысы, бұл тренд әлі де дамып жалғасын табады. Назарларыңызға рахмет.